Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен Тәтебекова Айнұр Андабековна, Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. 11 сыныпта ұлттық бірыңғай тестілеуде оқу сауаттылығынан тест тапсыратыны белгілі. Осы оқу сауаттылығынан тест тапсыруда қандай нәрселерді есте сақтау қажет? Осы жөнінде толығырақ тоқталамын. Әдістемелік нұсқаулықта оқу сауаттылығы, оқушылардың мәтін мазмұнын түсіне білу және оларға ой жүгірте білу, мәтін мазмұнын өз мақсаттарына жету үшін пайдалана білу, қоғам өмірінде белсенділік таныту мақсатында білімдері мен мүмкіндіктерін дамыту қабілеттері. Оқу жылдамдығы мен мәтінді дәлме-дәл түсіну бағаланбайды. Мәтінге арналған рефлексия мен ұғым, өмірлік мақсаттарды жүзеге асыруға арналған оқығанын пайдалану бағаланады. Оқу сауаттылығы, мәтінмен жұмыс, мәтіннің стилі, мәтіннің түрлері. Оқу сауаттылығының тапсырмалары қандай? Мәтіннің негізгі ойын табу, мәтінге тақырып қою, мәтіндегі жауабы бар сұрақтарды табу, мәтін мазмұнына сай келмейтін сөйлемді табу, мәтіннің стилін, түрін анықтау, орнын ауысқан сөйлемдерді табу. Мәтіннің стилі. Стиль дегеніміз өмірдің белгілі бір саласында қолданылып, тарихи қалыптасқан тілдік құралдардың жүйесі. Мәтіндер қай стильде жазылған? Тілдік құралдарында қандай айырмашылықтар байқалды? Автордың айтайын деген ойы қандай? Мәтін қандай тақырыпта жазылған? Ресми іс-қағаздар стилі. Стильдік сипаты: ресмилік, нақтылық, дәлдік. Айтылатын ойды бұрмалауға не екі-ұшты түсінуге жол бермейтіндей дәлдіктің болуы. Сөз ресми сипатта болады. Қолданылатын орны: кеңсе құжаттары, өтініш, қолхат, түсініктеме, жеделхат, жолдама, тағы басқалары. Іскерлік құжаттар: халықаралық келісім шарттар, мемлекеттік актілер, заңдар, үкімдер, жарғылар, нұсқаулықтар, қызметтік хаттар, іскери қағаздар және тағы басқалар. Тілдік амал-тәсілдері: тілдік құралдардың тұрақты пайдаланылуы, ықшамдылық, шағындылық, материалдардың стандартты орналасуы, белгілі бір үлгінің міндеттілігі, жеке куәлік, диплом. Терминологияның атаулардың кеңінен қолданылуы, ерекше лексика қорының болуы, қысқарған сөздер мен аббревиатураның қолданылуы. Екінші, ғылыми стиль. Стильдік сипаты: ой күрделі баяндалып, анықтама формулаларға негізделеді. Ой дәлелді зерттелген, тура мағыналы болады. Қолданылатын орны: ғылыми еңбектер, зерттеулер, ғылыми монография, ғылыми мақала, баяндама, ғылыми мәжіліс, кеңес, ғылыми ортада қолданылады. Тілдік амал-тәсілдері: дерексіз жалпылық ұғымдағы сөздер жиі ұшырайды. Әр ғылым саласының арнайы термин сөздері қолданылады. Сөйлемнің баяндауыштары ырық сиетіс және ауыспалы келер шақ тұлғасында қолданылады. Үшінші, көркем әдебиет стилі. Стильдік сипаты: сөз деректі, образды мәнде қолданылады. Эмоционалды, экспрессивті болады. Қолданылатын орны: жазбаша түрі әдеби көркем шығармаларда қолданылады. Ауызша түрі сахнада айтылатын әңгіме, аңыз, пьеса, тағы басқа жанрларда қолданылады. Тілдік амал-тәсілдері: ауыспалы мағынадағы сөздер, синонимдер қолданылады. Көркемдегіш құралдар: теңеу, эпитет, метафора, метонимия, антитеза, тағы басқалар еркін пайдаланылады. Терминдер: кәсіби сөздер, көнерген сөздер, диалект сөздерде қолданылады. Шылаулар: қыстырма, одағай, қаратпа сөздер экспрессивті эмоционалды мақсатта жұмсалады. Төртінші, публицистикалық стиль. Стильдік сипаты: сөз үндеу мәнінде жұмсалады. Эмоционалды, экспрессивті сипатта болады. Дем беруші, көшбасшы. Қолданылатын орны: газет, саяси қоғамдық журналдар, саяси тақырыптағы мақалалар, очерктер, тағы басқалар. Тілдік амал-тәсілдері: оқушы назарын аудару үшін экспрессивті, эмоционалды реңктегі және бағалаушы сөздер, саяси лексика, терминдер, күрделі тіркестер, тұрақты тіркестер, мақал-мәтелдер, афоризмдер жиі қолданылады. Бұйрықты, лепті, риторикалық сұраулы сөйлемдер жиі қолданылады. Қайталаулар жиі кездеседі. Бесінші, ауызекі сөйлеу стилі. Стильдік сипаты:
Тілдесу емін-еркін, бейресми түрде өтеді. Сөйлеуші тілдік амал-тәсілдерді толық пайдаланып, ойын белгілі бір жүйемен беруге аса көңіл бөлмейді. Фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистік нормалар толық сақталмайды. Қолданылатын орны таныс ортада, бейресми жағдайда, емін-еркін әңгімелесуде қолданылады. Тілдік амал-тәсілдері: сөйлеу тілінің лексикалық ерекшеліктері, қарапайым сөздер, диалект сөздер, тұрпайы сөздер, тағы басқалар. Екінші, сөйлеу тілінің фонетикалық ерекшеліктері: дыбыстарды түсіріп айту, кеп отыр, басын қағыр. Үшінші, морфологиялық ерекшеліктері: қыстырма, қаратпа, одағай сөздеріне жиі қолданылады. Екінші, бағыныңқы сөйлемнің баяндаушының құрамында келген соң шылауы кейде қысқартылып, жалғау тәрізді түрде айтылады. Үшінші, сөйлеу тілінде эмоционалды, экспрессивті бағалауыш, бейнелеуіш, көркемдегіш сөздер жиі қолданылады. Енді балалар, мәтіннің түрлеріне назар аударайық. Мәтіннің үш түрі бар: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Әңгімелеу мәтіні дегеніміз не? Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Сипаттау мәтіні: зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайтын мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Үшінші, оқиға құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін пайымдау мәтіні деп аталады. Мәтіндердің ерекшелігі неде? Әңгімелеу мәтінінің ерекшелігі мәтін не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Тек сөздері етістіктерден болады. Сөйлемдер тізбектеле байланысады. Мәтін соңына қарай негізгі ой айтылады. Екінші, сипаттау мәтінінің ерекшелігі: сөйлемдер заттың түр-түсін, қасиетін суреттейді. Сипаттау мәтіні қандай деген сұраққа жауап береді. Үшінші, тірек сөздер сын есімдерден болады. Үшінші, пайымдау мәтінінің ерекшелігі неде? Пайымдау мәтіні неліктен деген сұраққа жауап береді. Екінші, бірінші сөйлемде негізгі ой айтылады, ал қалған сөйлемдерде сол ой дәлелденеді. Балалар, бүгін біз стильдің түрлері, өзіндік сипаттары, ерекшелігі туралы, мәтіндердің түрлері, мәтіндердің ерекшелігі туралы таныстық. Қош, сау болыңдар.